Бәріңізге сәлем достар, менің есім Айерке. Бүгінгі видео сабақта біз жалпы рыноктың структурасы, тренд түрлерін үйренетін боламыз. Жалпы бізде трендтің үш түрі бар. Ол біріншісі восходящий тренд, яғни жоғарыға кететін тренд айтамыз. Немесе нисходящий тренд, яғни активтің бағасының құлауын біз нисходящий тренд деп айтамыз. Және дағы үшінші түрі ол бізде боковик, немесе оны консолидация, либо аккумуляция деп тоже атай береді. Но оның барлығы бір нәрсе. Жалпы бізде осындай үш түрлі тренд түрі бар. Восходящий, нисходящий және дағы боковик деген. Енді жалпы тренд дегеніміз не? Тренд ол бізде активтің белгілі бір бағытта қозғалысы. Тренд бізде импульстан және дағы коррекциядан тұрады. Мінекей, біз сіздерге мысалменен көрсетейін. Мына жерде жазып қойдым, импульстың максимум және минимум точкасы болады. Ал коррекция ол бізде кері қозғалыс. Мысалға қараңыздар. Допустим, Тесланы айтайық. Тесла компаниясы осылай өсіп кете бермейді ғой, дұрыс қой? Оған всегда не болады? Импульс баға өскеннен кейін артқа қайтады. Коррекция. Одан кейін импульс, сосын коррекция. Импульс, коррекция. Яғни бізде трендтің жоғарыға қарай кетіп бара жатқандығын көрсетеді. Коррекция, яғни кері қозғалыс. Бізге коррекция жалпы не үшін қажет? Мысалға, импульс болды. Мына коррекция не үшін қажет? Себебі активтің бағасы артқа қарай қайтып, өзіне қажетті бензинді жинап алып, сосын өзінің бағытын жалғастыруы үшін қажет. Яғни кез келген тренд бізде осындай импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекциядан тұрады. Енді қараңыздар, осы импульстың бізде минимум точкасы болады. Мынау көріп тұрғандарыңыздар минимум точкасы, ал мынау максимум точкасы. Келесі минимум точкасы болады, одан кейін максимум точкасы болады. Мынау минимум точка, одан кейін максимум точка болады. Яғни трендтің жоғары кетіп бара жатқандығын біз қайдан көреміз? Каждый раз қараңыздар, мына максимум точка жаңарып отырады. Мынау бізде бірінші максимум болды, оны коррекция болды дағы кесіп өтті. Екінші максимум пайда болды, коррекция болды дағы кесіп өтті. Үшінші максимум пайда болды. Яғни бізде максимумдар жаңарып отыратын болса, біз уже білеміз, что тренд жоғарыға қарай, восходящий тренд екендігін. Мына жерде де мысалменен көрсетіп қойғам сіздерге. Қараңыздар, минимум точка и максимум точка. Минимум точка, максимум точка. Минимум, максимум. Яғни бізде трендтің жоғарыға қарай кетіп бара жатқандығын осылай білеміз. Бұл бізде восходящий трендтің примері болып саналады. Бұны мен сіздерге графиктен тоже көрсететін боламын. Енді қараңыздар, келесі тренд түрі ол бізде нисходящий тренд, яғни активтің бағасының құлауын айтамыз. Бұл жерде енді қараңыздар, минимумдар жаңарып отырады. Мынау бізде бірінші минимум болды, оны келді кесіп өтіп кетті. Мынау бізде екінші минимум, қайтадан коррекция, сосын уже үшінші минимум. Яғни тренд төменге қарай кетіп бара жатыр. Мысал ретінде көрсетейін. Импульс болды, құлады, сосын не болады? Коррекция. Яғни артқа қарай қайтады. Сосын келесі бізде импульс төменге қарай, сосын коррекция артқа қайтады. Импульс, коррекция, импульс, коррекция. Яғни бұл бізде трендтің нисходящий екендігін көрсетеді. Яғни бұл жерде не болып тұр? Мына минимум точкалар жаңарып отыр. Яғни бірінші минимум, мына бізде екінші минимум, мына бізде үшінші минимум, мына бізде төртінші минимум. Яғни минимумдар жаңарып отса, ол бізде уже нисходящий тренд. Яғни активтің бағасының төменге құлап жатқандығын көрсетеді. Енді үшінші тренд түрі бар, ол бізде жаңағы айтқандай боковик, либо консолидация, бұны басқаша коридор деп айтады, либо кейбіреулер аккумуляция деп айтады. Жалпы бұның барлығы боковик болып саналады. Боковикте қараңыздар. Мысалға, бізде осылайынан тренд келе жатты, импульс, коррекция, сосын бізде импульс болды дағы, бірақ коррекция уже осы максимум менен минимумның ішінде жүр. Яғни, мынау бізде последний максимум точка болды, мынау бізде последний минимум точка болды. Енді осының ішіндегі қозғалыс бізде уже боковик болып саналады.
Жалпы бұны теханализ торговать ететіндер айтады, типа линия поддержки, линия сопротивления деп те айтады, либо коридор деп те айтады. Жалпы бұл нәрсе бізде боковик. Боковикпен жұмыс жасаудың өзіндік ерекшесі бар. Оны алдағы уақытта бөлек видео сабақ қылып мен сіздерге түсіндіретін боламын. Енді жалпы осы бізде трендпенен жұмыс жасаған кезде мынандай ережелерді міндетті түрде сақтау керек. Никогда трендке қарсы сделка ашуға болмайды. Бұл бірінші ереже. Яғни сделка бізде по тренді болу керек. Мысалға қараңыздар, егер дағы тренд жоғарыға қарай кетіп барататын болса, онда сіздер төменге деп сделка ашып болуларыңыз керек. Лучше коррекция болған кезде келесі импульсті ұстау мақсатында жоғарыға сделка ашу керек. Коррекция болды, сіздер не істейсіздер? Жоғарыға сделка ашасыздар. Қайтадан импульс, сосын коррекцияны күтеміз. Коррекция болды, біз не істейміз? Жоғарыға қарай сделка ашамыз. Яғни трендке қарсы жүруге болмайды. Одан кейін сделкаға всегда коррекцияның кезінде кіру керек, және дағы трендтің бағыты бойынша. Яғни сіздер мынандай импульс болған кезде, қараңыздар, осындай импульс болып жатқан кезде сделкаға кіріп кетпеулеріңіз керексіздер. Сіздерге не керек? Вот импульс болды, ол бітті, сосын не болады? Коррекция басталады, дұрыс па? Яғни осы коррекция кезінде лучше по тренду, яғни трендтің бойымен жоғарға қарай кіру қажетсіздер. Жалпы осы ережелерді ұстану арқылы сіздер уже трейдингті өте жақсы түсініп бастайсыздар. Бұл бізде андай база деп айтуға болады. Бұл нәрсені міндетті түрде білу қажет. Енді мен сіздерге осы нәрсені мысалменен түсіндіретін болсам, қазір қарап тұрыңыздар. Қазір осындай мысалменен түсіндіріп берейін мен сіздерге трендтің түрлерін. Допустим, мына жерде қарайтын болсаңыздар, тренд бізде қалай кетіп баратыр? Жоғарыға. Яғни бұны бір қозғалыс ретінде алсақ болады. Неге? Импульс, коррекция, импульс, коррекция дегендей. Мына қозғалыс мынау. Вот, мына қараңыздаршы, көбісі осы жерде шатасып кетеді. Мына бізде импульс болды ғой. Мынау ішіндегі кішігірім ғана коррекциялар, яғни кішігірім баға былайынан не болады? Артқа қайтып кішкентай ғана бензин жинап алады, бірақ ол уже прям глубокой коррекцияға жатпайды. А мынау уже прям не істейді, яғни мынау максимум точка болды, сол максимум точканы кесіп өтпейді, не істейді? Консолидация, яғни боковикке түсіп қалды дағы, коррекция болды, вот дальше по тренду кетті, я? Яғни дальше восходящий тренд болып жалғасып кетті. Енді мына жерде мысалға сіздерге, қазір мен сіздерге примерно идеальный вариантты көрсетейін. Мінеке, мына жерде қарайтын болсаңыздар, прям четко нисходящий трендтің мысалы көрсетілген. Допустим, қараңыздар, мынау бізде импульс, импульстан кейін не болады? Коррекция. Осы коррекцияның кезінде біз төменге қарай сделкаға кіруіміз керекпіз. Импульс, сосын коррекция. Одан кейін импульс, одан кейін коррекция кетеді. Импульс, коррекция, импульс. Яғни бізде каждый раз көріп отырсыздар, я? Минимум точкалар, вот минимум 1, минимум 2, минимум 3, яғни минимум точкалар жаңарылып отыр. Бұл дегеніміз уже бізде трендтің төменге қарай кетіп баратқандығын айтады. Тренд қай кезде жоғарыға болып ауысады, уже бізде последний максимум точка бар ғой, мынау. Осы последний максимум точка кесіліп өткен кезде бізде уже тренд жоғарыға қарай ауысады. Мына жерде мен сіздерге боковиктің мысалын көрсете аламын. Мысалға қараңыздар, бізде последний импульс болды. Допустим, последний импульс болды, одан кейін не істейді? Коррекция. Яғни баға почти бір орында тұрып қалды. Бұл кезде сіздер не істейсіздер? Яғни бізде последний импульстың максимум точкасын белгілейміз. Вот, осы импульстың бізде максимум точкасы болып тұрсы па? Ал осы импульстың минимум точкасы мынау болып саналады. Яғни баға не істеді? Вот, узкий коридор, либо боковикке түсіп қалды. Боковиктің кезінде лучше осы максимум точкадан шығатын болса баға, келесі бағытқа дейін уже сделкаға кірсеңіздер болады.
либо минимум точкада мінекей осындай фитильменен, яғни теңменен ғана шығатын болса, жоғарыға қарай кіріп отырсаңыздар болады. Жалпы боковикте сауда жасаудың основной ережесі осы либо жоғарғы точкасынан, либо төменгі точкасынан бағаның шығуын күту қажет. Мысалға, мына жерде келді дағы, баға төменгі точкадан шықты, кішкене ғана фитильмен шықты. Яғни осы жерден мен сделкаға жоғарыға деп кірсем болатын еді. А мына жерде уже фитильмен не істеді? Закрепиться етілген жоқ, шықты, бірақ қайтып келді. Яғни біз уже осы жерден төменге кірсек болатын еді. Боковикте вот основной ереже жұмыс жасауда либо жоғарғы точкадан, либо төменгі точкадан бағаның шығып қайтып кіруін күтуіміз қажет. Енді мен сіздерге жаңа нисходящий трендтің мысалын көрсеттім. Енді қазір мен сіздерге восходящий, яғни тренд жоғарыға кетіп бара жатқан кездегі мысалды көрсетейін. Таймфреймді кішкене үлкен таймфреймге өткізейік. Тут нисходящий тренд. Вот, мысалға, мына жерді біз восходящий тренд ретінде алып қарасақ болады. Допустим, қараңыздар, последний импульс алайық. Последний импульс не болған? Одан кейін коррекция, импульс, коррекция. Одан кейін дальше тоже импульс. Вот некий импульс. И уже коррекция кетіп отырған. Яғни бізде тренд восходящий болған кезде, бұл кезде максимумдар жаңарып отырады. Мынау бізде бірінші максимум, мынау бізде уже екінші максимум, мынау бізде уже үшінші максимум дегендей. Яғни коррекция болған кезде сіздер каждый раз сделкаға жоғарыға кіріп отыруларыңыз керек. Коррекция болды ма, жоғарыға кіреміз. Коррекция болды ма, жоғарыға кіреміз, пока последний минимум кесіліп өтпейінше. Мінекей қараңыздар, минимум точка кесілді, прям ол кезде уже трендтің ауысқандығын көрсетеді. Келесі сабақта мен сіздерге бос трендтің ауысуы жайында толығырақ ақпарат беретін боламын. Жалпы, егер де сіздерге осы видео сабақ түсінікті, пайдалы болатын болса, міндетті түрде комментарий жазып, қолдап кеттіңіздер. Егер де сіздер трейдинг саласында жақсы ақша тауып, именно алтынменен сауда жасауды үйренгілеріңіз келсе, төмендегі сілтемеде Instagram парақшаға жазсаңыздар болады. Мен сіздерге именно осы алтынменен сауда жасаудағы өзімнің фишкаларыменен бөлісетін боламын. Қандай объем, ликвидностьті қай жерден көремін, соның барлығын толығымен үйретіп, сіздерді результатқа дейін жеткізетін боламын. Именно осы алтын саудасында результатқа жеткілеріңіз келсе, міндетті түрде жазыңыздар. Егер дағы сіздерде нәтиже болмаған жағдайда, менде толығыменен обучениенің ақшасын қайтарып береміз. Сабақ пайдалы болса, сіздер үшін қуаныштымын.